Сәбидің басы, мойны қисық болмау үшін не істеу керек? Бала мойны қисайса, дене сымбатына ғана емес, денсаулығына да зияны тиеді. Аяғы ауыр, босанғанына 2-3 айдан аспаған аналар, мұқият тыңдаңыздар. Балаңыз 4 айдан асқан соң естісеңіз кеш қаласыз. Мынандай формадағы бас баланың алғашқы айларында қалыптасып қояды. 4 айына дейін дұрыстап үлгермесең қатайып кетеді. 4-18 айға дейін дұрыстауға болады, бірақ біраз еңбектену керек. Бала басына бірнеше ай бойы шлем тағуы керек. Неге бұл жағдай орын алады? Бірі оң жақпен көп емізіп, көп жатқызып, дұрыс көтермей басын қисайтып, онымен қоса қисық мойын қылып алса, бірі мүлдем шалқасынан жатқызбай тек оң, сол жаққа кезек жатқызып, басын сопайтып алады. Босанғанымда дәрігер маған оң не солға қисайтып жатқызу керек, өйткені бала басын бұра алмайды. Құсығына тұншығып өліп қалуы мүмкін деп қана айтты. Дұрыс айтты, бірақ жете айтпады. Шойға жақындағанда арты шығып бара жатты. Үлкендер айта бастады, мен дәрігердің сөзіне сеніп жүргем, бір күні қой болмас деп мына жастыққа жатқыздым. Дұрысталды. Сосын жастықтың ішінде жұқа матадан өзге ештеңе болмау керек, тек оң солға қисайтпай тұрса болды. Мыналар мойынға зиян. Бірақ мойнындағы мақтасын алып тастап қолдануға болады. Сүті қорытылады-ау дегенде ғана жатқызыңыз. Құсығына тұншығып қалмасын бөпеміз.